Қазақтың бас ақыны Хакім Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына орайластырылған ақын өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетовтен Алматы қаласы нөмір 102 жалпы білім беретін мектебі қабылдап, адамның кейбір кездері өлеңмен жалғастырады. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұра алмас сәсте суынбай. Сонда ақын белін буынып, алды артына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап қырымға, мұң мен зарды қолғылар, кектеніп надан зұлымға, шиыршы қатар толғанар. Әділет пен ақылға сынатып көрген білгенін, білдірер алыс жақынға солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек